Қанша келі деп ойлайсыздар? Шамамен 1,5 келі, 2 келіге тартып қалады. 1, 2. Табиғат аясында демалыс болып отыр. Оттық. Жылан балық қарбаққа түсіпті. О, кетті. Бүгінгі видеороликте біз әртүрлі локацияларда балық іздеп көреміз. Алдымен өз ауылымыздың маңында балық бар ма, жоқ па соны тексереміз. Сол жерден мен бүгінгі жаңа сатып алған дронды сынап көремін. Дрон арқылы әдемі кадрлар көрсетемін. Бірінші локацияға дронды тест жасап балық аулауға тырысамыз. Бірақ ол жерде балық көп емес, сондықтан нәтиже болмауы мүмкін. Ал екінші локациядан бастап қызық басылады. Ал үшінші локация болса нағыз бомба болады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер, алда әлі талай қызық күтіп тұр. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыздар, амансыздар ма? Жігіттер, білесіздер, жаңа көрген болатын шығарсыздар, мен дрон алдым. Дронмен жаңа кішкене съемка жасадық. Жездем бір ауылға баратын болды, жұмыс бабымен сөйтіп мені осы жаққа балыққа тастап кетті. Бірақ енді мына жақ тартылып қалған, енді бір үлкен балық түседі, даже балық түседі дегенде ойымда жоқ. Жай разведка ретінде келдік. Бір жағынан дронды тестировать еттік. Жаңа көрген болатын шығарсыздар. Малдарға пранк жасадық қой, ары қаштырдық, бері қаштырдық, қызық болды енді. Души күлдік қой. Күшті нәрсе екен дрон деген. Разведка жасаған кезде де өте керемет. Жігіттер, қандай қармақ құрып жатсын дегенге, осындай менде сталкер деген қармақ бар. Если что, карповый набор сондай керек болса, жігіттер, төменде WhatsApp нөмірге хабарлассаңыздар болады. 3,9 ұзындығы, ал катушка 2 қармағымда 8 мың обороттық, 1 қармағымда 10 мың обороттық. Жігіттер, қараңыздар, 2 қармағым құрылды. Мінекей, қараңыздар, қармақты лақтырамыз. Лақтырғаннан кейін міндетті түрде осылай сигнализаторға қоямыз. Сигнализатордан кейін осындай свингер деген нәрсе, ол лесканы кішкене төменге қарай тартып тұрады. Балық түрткен кезде мұна қозғалып, сол арқылы біз білеміз, және де сигнализатор дыбыс шығаратын болады. Мінекей, қараңыздар. Түртіп жатыр міне. Жоқ, желден ау. Негіз бағана бір екі рет түртті мұнаны. Балықтар астында көрініп жүр. Сүйреткен жоқ па? Нағармақ тұрып тұр, жігіттер. Оппа. Жаңа әдемі поклевка болып еді. Қараңыздар, бәрі орнында тұр. Кішкене дронға обзор түсіріп жіберейін, жігіттер. Мінекей, осындай сөмкесі болады дронның. Сөмкесін ашамыз. Кішкене жел көтеріліп кетті далада, бірақ дрон осындай, мынандай защитный. Оппа, осындай стеклосы болады. Оны шығарып тастаймыз, және де осылай ашып дронымызды ұшуға дайындап аламыз бірінші. Осындай тақыр жерге қойған дұрыс. Топырағы бар жерге қоюдың қажеті жоқ. Одан кейін бізге керек болатын пульт. Пульт бізде телефон арқылы жұмыс жасайды. Сондықтан телефондарыңызда батарейка болмаса, заряд таусылып жатса қиын болады. Осылай ашамыз, және де ұялы телефон шығарамыз. Өзінің приложениесі бар. Болды, қосылды. Жалғанды. Болды, жалғанғаннан кейін все. Мінекей, қараңыздар, жігіттер, қосамыз. Опа, кетті. Қаз, біз бұрайық. Камераны төменге қаратамыз. Давайте біз өзіміз сүрейік. Жезуха келіп жатыр екен аяқта. Қармақтар. Қабыс жоқ, тишина. Жай жүреміз. Жезуханы түсіреміз. Жездуханы түсіреміз. Иә. Жігіттер, жезуха келіп жатыр. Ошым, жезуха екеміз отырмыз мына жерде. Дронды ұшырдық, ары бері көрдік. Тишина, мына жерде бірақ балық жоқ ау, қалмаған ау. Біткен, Балық басқа жақта. Басқа жаққа бару керек. Жігіттер, бағана локация болмады. Біз басқа локацияға келдік, қараңыздар. Аяқта Ғалеке аулап отыр. Әдемі. Алханнан келдің. Сазанчиктер, лештер түсіп жатыр екен. Кеш батып жатыр, бағана Ғалекені дронмен тауып алдық. Қай жақта отырған. Сөйтіп кішкене пранк жасаған жайымыз бар. Осы жерде жаңа дронның кадрларын салып жібереміз ғой.
Қармақ құрап жатырмын. Карпый қармақ. Құраудың өзі бір жарты сағат қой. Жоқ деген кезде. Жігіттердің аяқта қылыш балық ұстап отыр жезуха. Қылыш балық. Мен дайындап жатырмын. 40 сағат жинайсың бұны. Қазір заброс жасаймын жігіттер. Оппа. 1, 2. Кетті. Нормально ма? Әдемі ма? В общем, әдемі лақтырды жігіттер. Енді бұны аламыз да былайынан сигнализатормен қойып қоямыз. Ал. Екінші қармақ кетеді жігіттер. 2 қармақ құра берем. Арғы бетке ма? Арғы бет қой? Болды ғой, жинадым. Нормально. И байт раннерге қоямыз. Сүйінгерді тақтық. Все, вроде. О, әдемі. Опа. О, кетті. Көрдіңіздер ма, жігіттер? Осылайша біз дронмен съемка жасаймыз. О, мәссаған. Қараңыздар. Мына жақтан қарап отырасың. И мына жерде запись жазамыз да. О, енді кетті. Все, запись жазамыз. Мәссаған. Қандай керемет. 21 метр биіктікте кетіп бара жатырмыз. Закатты көрдіңіздер ме? Қандай әдемі болып тұр. Осылай кадрлар түсіріп алсын. И сосын бізге өзімізді көрсетеміз. Опа. О, четко болып тұр, четко. Түсірген бала түсіре алмай. Оқушылардың стенасын соққы тұрған. Қараңғы батып жатыр жігіттер. Бүгінгі разведка енді тфай нормально болды. Біраз жерді көрдік. Мына жақта балық бар екен. Бірақ күндіз келу керек. Кеш келіп қалдық. Кешке қарай балық онша түртпейді екен бұл жақта. Күндіз келеміз Құдай қаласа. Ертең келу керек. Осы жаққа дайындықпен келіп қармақ құратын боламыз. Червякты алып шығу керек. И лахаға қармақ құрып көрсек болады. Лаха түсуі мүмкін. Мінекей, көз алдарыңызда түртіп жатыр. Ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгін екінші күн. Кеше басқа жағына барған болатынбыз. Бүгін басқа точкаға келдік, тексеріп жатырмыз. Әзірге ақбалықтар түсіп жатыр майда. Сазан жоқ. Класстастарыммен келдім. Асқар деген класстасым мына жақта. О, жалынды сәлем. Асқар құрып жатыр қармақты. Червякпен құрып жатырмыз, жымиқпен. Жай былай көріп жатырмыз ғой. Бір сазан түсіп қалады шығар деген ой бар. Қазір кішкене білесін лақтырып көрсем ба деген ойым бар. Өткен жана червякқа бізде жымиқ деппін ғой. Жерих түсті бізде червякқа. Значит, білесін ағада түсіп қалуы мүмкін. Давайте білесін лақтырып көрейік жігіттер. Жігіттер мінекей классасын келіп жатыр. Бека деген. Жаңа жолдан амур ұстапты. Аңғара бір келі болып қалады, мынандай амур. Қолмен ұстапты ғой, тартылған жерден. Мықты я біздің жігіттер. Қолмен ұстайды. Қармақсыз ақ. Кешіп. Ал жігіттер білесін лақтырып жатырмыз. Бірақ су лай бұна жақта ше. Кешке қарай жерихтар болу керек қой. Опа, ей, түсті. Түсті жерих. Жігіттер мінекей жерих бар екен. Айттым ғой, кешке қарай болу керек деп отыр едім. Нормально. Кішкентай болса да. Қазір енді бүкіл жерде су тартылып қалған. Көп жерде балық жоқ. Тартылып қалған. Жігіттер лақтырып көріп жатырмын. Әзірге тыныштық. Негізі соңғы кезде что-то вообще ойнамайтын болып қалған ба балықтар? Осындай кезде неге жерихтар ұру керек қой. Кеттік ал, қайттық жігіттер. Ар жақта бір жер бар екен, соған нарезкимен ұрып көреміз. Түн батып жатыр. Қысқасы трудовая рыбалка болды ғой. Мінекей қараңыздар даланы. Ал жігіттер, біз аяқ асты түнделетіп басқа жаққа кетіп қалдық. Өте алыс жерге кетіп қалды жігіттер. Қараңыздар. Мынандай су көрініп тұрған шығар. Қазір қармақтарды құрамыз. Білмейміз енді, бар ма жоқ па. Жылан балық нелер түсіп қалатын сияқты. Майда шабақтар көп. Бетінде өрмелеп жүр, толып жүр бетінде. Ал жігіттер түнделетіп құрғастырып жатырмын қармақтарымды.
2 қармақты құрып қойдым. Біреуіне ұнтақ жем, біреуіне жымиқ салдық. Жана местный жігіттері келіп кетті. Осы жақын маңайда ауылдың жігіттері айтады, сазан бұлайынша бар дейді. Осы жерден бір 10 шақты сазанмен қайтып жүр дейді, кейбір. Әр жақтан да бір жерлер бар дейді, бірақ ол жақ ауғырып тастаған дейді. Ал жігіттер мінекей. Балдармен выживание болып отыр. Ана жақта не алғанбыз, тушенка алғанбыз. Сол тушенканы ысытып жатырмыз осы кезде. Ай, тамаша, иә. Осындай табиғат аясында демалыс болып отыр. Оттың қасында. Қазір аулаған балықтарымызды қуырып жейміз. Қармақ тыныш әзірге. Күтіп отырмыз. Ал жігіттер мінекей. Ана жақта үйден алып шыққан тамақ бар. Енді аяқ астынан шықтық, андай қатты дайындық болған жоқ. Ана жақта жылан балықтан котлет жеп жатырмыз. Ең бастысы демалыс. От жанып жатыр. Қармақтар тыныш. Асқар мәз. Чот кеуіп жатыр ғой. Сазан ау. Сазан ғой, сазан. Сазан, дәу сазан келе жатыр. Жай, маған қарай, не қыл, маған қарай. Тико. Қармақ тұста. Патсак жоқ бізде. Қармақ тұста. Жай, тарт, маған қарай. Кел, әкел, қармақты бері қарай, тарт өзіне қарай. Тарт өзіне қарай. Тұқта. О, сазан шықты міне. Жігіттер мінекей. Маған қара, қанша келді о? Тико. Жігіттер мінекей, қараңыздар. Сазан. Жігіттер мінекей, ұстадым, сазан. Короче, бағандан бет түсіп қойған ғой, Асқар айтады. Мынауында балық түсіп тұр дейді, Асқар, айтады, короче, Асқар айтады да. Мұнда железе бутон бір дәу балық түсіп тұр дейді, тартып келе жатса, мінекей, мынандай сазан шыққан ғой. Түнгі сазан. Бірінші рет мен түнде мынандай сазан ұстап тұрмын. Мынау әдемі ғой, Асқар, Әдемі. Потолок па? Екінші қармақта тұр ма? Екінші қармақта да бірдеңке бар. Қазір күте тұрмыз. Міне қараңыздар. Карпы жүр жоқ, Асқар бағана саған айттым ғой мен. Кірсе шықпайды дедім. Көрдің ба? Қалай шықпайды? Қалай ұстап тұр, көрдің ба? Осындай күріш жоқ қой, мощный. Міне қанша келді ойлайсың да? 1,5-2 келді бар. Әдемі ғой жігіттер. Осы үшін мен бұны алайын да. Бізде ана жақта Тико балық салатын нені әкпеш? Ала отыр ана. Жоқ, ол емес. Куканға саламыз ба? Жігіттер, мінекей, куканға саламыз. Тамаша ғой мынау деген. Қазір куканға салып қоямыз, байлап. Бұл қалай тартты ма бағана қатты? Бұл деген. Шырайын алдырды ма? Біраз тартты. Сұқ баған ғой бағандан бері, Біз бағана ар жақты аралап қайтқанбыз разведка жасап. Сөйтіп кетіп қалған ғой. Асқар үш жерде қалған. Асқар айтады, мен бір нәрсе бар дейді. Қарасайын абақтар зей. Сазан. Қане. Свет жағып жүр. Паровоз кетті жігіттер. Мұнаны аламыз да. Бұл паровозды бұлай қадақ қоямыз. Жігіттер ана жақта бір қармақ құрғанбыз, что-то түртіп тұр. Жымиқпен құрған болатынбыз бағана. Тошын түртті жана, я? Тошын түртті. Түсіп тұрған жоқ па, я? Көресің бе шығарып? Ама көйікті. Фрикционды қатайтып жүресің ғой бірден, я? Бір тартып жүреді ғой. Қатайтасың да бір подсечке өріп тартасың ғой. Что-то, я сен босап кетті ғой жылқысы. Көре бересің ау, рисковать етіп. Көре берші. Ана дөу балықтар ана. Ортадағы дөу балықтар ана. Көрдің ба ана сазанды? Сазан ғой анау. Дөу, жігіттер көрініп жүр ғой ана жақта. Давай, тартып көре бер қармақты. Жаймен қатайтып жүр. Фрикционды. Бұрап жүр фрикционды. Жоқ, ананы бұра. Фрикционды, қатайды. Жоқ, наоборот бұра, наоборот. Қатайды, давай, шығар. Қалай көршіді, алып тесел. Сұқ болады қазір. Көре салшы. Может, бар ма, кім біледі. Жоқ па? Шабақ түсіп қалды ма? Бірақ сылдырлатты ғой. Бар ма? Ай. Мен бірақ жаңа сазан өтті астынан, ә? Дөу сазан өтті, ә? Бар ғой. Абайла. Қасықпа. Кәрәс жігіттер. Асқа кәрәс шығарып атыр. Жалпақ ба? Маған қараңыздар жігіттер, кәрәсті қара. Мұнау енді. Нормальный кәрәс енді. Давай, көрсет жүр. Асықпа. Артқа қалақ болдық қой. Мінекей жігіттер. Әдемі кәрәс, міне.
5 килограммдық карас тартқандай құладық қой. Мінекей жігіттер, қараңыздар. Міне, әдемі карас. Жалпақ, ой, тамаша бойлыға түсіп тұр, керемет жігіттер. Асқар жарайсың. Жоқ, өлмеген. Жігіттер, сазанның қасына серік қыламыз. Ай, карасты. Қасына серік қоямыз, жігіттер. Түнгі балға аулау, тфай-тфай, нормально. Ар жақта жылан балға аулайтын жер бар, жылан балық түсіп отыр. Бірақ мен мирный балға аулағанды жақсы көремін да. Жылан балыққа да барайық қазір. О, сазан әдемі жүр ғой. Жігіттер біздің аяқта лақтырғыш жасаудымыз закидушка деп айтады. Осындай плетенкамен ар жақта жылан балық түсетін жер бар. Жылан балық түсетін жерге дайындап жатырмыз. Қараңыздар. Мынандай тройник крючок саламыз. 2 жылан балық түсті ана жақта біздің жігіттерге. Енді мен ұстағым келіп отыр. Асқар екеуміз ұстасақ па деген ойымыз бар. О, Бар ма? бар. Дөу? Дөу. Ей, сазан. Абайла. Тұқтай колокольчик алып тасайын ба? Жет, алып сазан қой, сазан, ә? Сазан. 100%, ә? Ей, асқа сазан шығарып жатыр. Ох, бәле. Іліп қалды ма не? Жоқ. Шықты ма? Абайла. Босатпа, шығара бер. Ей, карас екен, карас. Тота. Ей, міне, жалпақ қой мұна карас. Йо-май, Асқар не істедің? Убийца караса болдың ғой. Нан қараңыздар жігіттер, жалпақ карас. Мәссаған. Асқар убийца караса. Бүгін карас. Қырды карасты. Или мына жер карастың точкасы ма? Сондай ау, неге карас түсіп отыр деймін да, именно. Бірақ мынау қаттатқан сияқты бағана қарағанда. Бағана қарағанда қаттат дейді. Мына жаққа жігіттер тағы да бір карас түсті осыған. Мына жерше убийца караса дейтін жер екен. Өш жерден ұрып жатыр. Түсіп тұр ана өш. Тарта бер. Карас қой. Фрикцияны бірден қатайтып жер. Оппа, тарт. Ақпарат алсайын ба? Тарта бер. Бар ма? О. Бар ма? Карасау, Карас. Айтыр карасын жерін ау. Еще жалпақ па? Бірінен соң бірі. Ей? Что-то жеңіл ғона. Қойшы. Жо, бар екен. Бар екен. Абайла. Карас, жалпақ карас қой прикинь. Жаңағыдай. Асқар деген бұны убийца караса болды енді. Айтып тұрмын ғой, ертең келіндер үй жаққа. Мынау не деген карас, Асқар? Мынау не де, йо-моё, мынау. Алар кезектесіп түсіп жатыр. Бірше жүгеріге түседі, бірінші наған түскен. Одан кейін жүгеріге түсіп жатыр. Енді қайттан мынаған түсіп жатыр. Не деген карас, Асқар? Йо-моё. Қырдың ғой, карас. Мынандай карас болса бір 10 ұстасам болды, сазан керек емес қой, Иә. Қуырмашқа өледі ғой. Ой, мынау әдемі екен жігіттер. Лайк басайық мынандай сиіміз карастарға. Ал, жігіттер, қайырлы таң барлықтарыңызға. Мен ұйықтаған жоқпын, балалар ұйықтап жатыр. Мен не істедім десеңіздер, қараңыздар. Осындай бутербродтар жасап қойдым, қараңыздар. Мына жерде, мынау не десеңіздер, мынау технопланктон. Бұл негіз толстолобқа арналған. Бірақ бұл пилит етеді да, яғни шаң шығарады андай судың ішінде ше, пилит етеді. И сол пилит еткен кезде мынау жымиыққа келеді. В общем, двойной ғой. Эффект двойной болады. Пилит етеді, и еще жымиық тұрады астында. И бойла салдым, жүгері салдым. Осы 3 оснастка жасап қойдым. 3 қармаққа. Үшеуінің де насадкасы кетіп қалды. Ілініп қалды. Мына жерде бір ілінетін жерлері бар. Жаман екен. Қармақ кет, жігіттер, қармақ. Ой. Қармақ кет. Бісміллә. Ей. Тым жоқ қой. Карас. Карас жігіттер, карас. Ай, жымиық түсіп қалды. Таңға қапыс басталды неке, карастан басталып отыр. Тамаша. Жігіттер, мінеке бағана сазанды қарасаңыздар. Ой, әдемі сазан. Енді күн шығып жатыр. Карас түсіп басталса, сазан да болу керек. Ай, жағаға шығарайықшы. Құлқынға саласайық. Карасенокта.
Су шашып тастады ғой бізге. Бірінші заброс жасайын деп жатырмын жігіттер. Ары қарай аусам ба деп едім, что-то желание қашып кетті. Алысқа кетіп қаламыз ау. Осы жерге лақтыра берейін. Ал бисмилля деп тұрып. Әдемі кетті. Екінші заброс жібереміз жігіттер. Где-то сағат бір 9-10-ға дейін аулаймыз да қайтамыз. Ал бисмилля деп тұрып. Кетті ал ортаға. Ал жігіттер, үшінші забросты енді қатты алысқа лақтырмаймын. Примерно, оппа. Оппа, түсті. Осы манайға қойдым ал. Кішкене білесін лақтырып көрсем ба деген ойым бар. Осындай уақытта балықтар, хищниктар шығады. Таңертең ойнайды. Давайте, білесінаймен көрейік жігіттер. Алына балық қармақтар тұра береді. Қатты алысқа кетпеймін, мына шлюздің басына лақтырып көру керек болып тұр. Жігіттер, мына жерге лақтырып көрсем ба деген ойым ғой мен. Осы жерде балықтар жүр. Жеріқтер көп та мына жерде. Хей! Жігіттер! Жылан балық. Ойбай, жылан балық міне. Түсіпті әдемі. Аңғара. Я-мая. Біресін лақтырып жүрсем, қармақ закидушке түсіп тұрген ғой. Аңғараңыздар. Ойбу. Мінеки. Жылан балық қармаққа түсіп жігіттер. Тамаша. Аңғараңыздар. Сап-сары жылан балық қой. Мәссаған. Бәсе жыбырлайтын сияқты. Аңғара. Мен аңғара. Әдемі. Ой, тамаша. Осындай тамаша табиғатты балық аулап жатқанымыз керемет болып жатыр. Бір өкіншісі күн шыққан кезде түсе ма деп едім. Үндемей қалды балықтар. Арасында бір-екі рет түтіп қояды, басқа вообще движение жоқ. Бірақ бағана жылан балық түсті. Бірақ ол жақта түсе берді. Мен сазанға келдім, негізі сазан керек маған. Мынада білмеймін жігіттер, білмеймін. Бар ма жоқ па? Что-то босап кетті лескасы. Алысқа лақтырып едім. Әзірге сезілмейді. Кішкене ауырлау сияқты бір жағынан. Бар ма? Бар ау деймін бір нәрсе. Келе жатыр жігіттер. Кәрәс па? Кәрәс па бірдеңе келе жатыр. Оппа, кәрәс. Шағындау екен бірақ. Технопланктонмен жымиқ ассортимент араластырып салған. Некен андай кәрәсік. Шағын екен анчы жіберсем. Дөу балық емес па? Жосық тартты ғой, сазан емес па? Қатайтса ана фрикционда. Сазан ғой но. Сазан ғой но. Кел атқан. Сазан. Тұта. Абайла. Түсейші. Түсейін. Абайла. Сазан ғой но. Оппа. Сазан, алғашқы сазан. Асқардың алғашқы сазан түсіп жатыр. Жігіттер. Қане? Құтты ба? Иә. Түсіріп ал. Асқар құтты болсын ал. Алғашқы сазан. Мінеки қараңыздар. Сазан чик. Бақыры жеттік ал. Әдемі, ә? Әдемі. Значит, сазан оянып жатыр. Ал жігіттер, жиналдық. Қазір қайтамыз. Әдемі балық аулау болды, не болса да. Түнделетіп келсек те жақсы жер екен. Ұнады мына жақ. Мына жаққа енді дайындалып келу керек бұйырса. Кешеден бері ұстаған балығым. Мен хищник ұстаған жоқпын, тек қана мирный балық ұстадым. Мінеки. Оппа, кәрәс, сазан. Мен сазанды қараңыздар, әдемі.
Қанша келді деп ойлайсыздар? Бір шамамен 1,5 келі 2 келіге тартып қалады ау. Әдемі. Карастар жалпақ екен, таза қуыратын. Түні бойы ауладық. Жол ақталды. Ең бастысы қайтамыз. Видео ұнаса лайк басайық. Тіркелейік. Все, видеомыз аяқталады. Бір пакет жылан балық. Мына жақта жылан балық, балдарын ұстағаны. Бір пакет. Қайттық ал жігіттер, сау болыңыздар. Тамаша балық аулау болды. Қараңыздар осындай. Керемет табиғатта. Мирный балық та бар, жылан балық та бар. Өте жақсы жер екен.